Салауат шариф. Бір күні яһудилердің бірі екі өтірікші куәгер табады да пайғамбарымыздың жанына барып былай дейді: «Ей, Мұхаммед, сахабаларыңнан пәлен кісі менің түйемді ұрлап алды. Оны көрген куәлар да бар, міне олар». Пайғамбарымыз куәлардан сұрағанда, «Иә, дұрыс айтады» деп растады. Кейін сахабаларынан болған ол кісіні шақыртып оған былай дейді: «Саған шағым түсті». «Не болды?» «Я Расулаллах, сен осы өткен түнде түйе ұрлапсың». «Мен бе? Кімнің түйесін?» «Міне, мына яһудидің түйесін. Ол түйені мен сатып алдым, ұрлағаным жоқ». «Жарайды, ал сенің сатып алғаныңды көрген куәгерлер бар ма?» «Ей Расулаллах, мен осы біраз бұрын ғана алдым, әлі ешкім көрген жоқ». Мына куәлар түйенің яһудидікі екендігін айтты, сондықтан түйе яһудиге беріледі. Осы кезде бұл мүбәрәк сахаба пайғамбарымыздан: «Ей Расулаллах, маған аз уақыт бересіз бе?» деп өтінеді. Кейін мешіттің бір бұрышына 2 рәкат намаз оқып, қолын ашып дұға етеді: «Я Раббым, мен күнде жатар алдында пайғамбарымызға 10 салауат оқимын. Я Раббым, егер сенің құзырыңда осы оқыған салауаттарым қабыл болған болса, мені бұл қиыншылықтан құтқара көр. Мен бұл түйені сатып алдым, бірақ куәгерлер яһудидікі екенін айтуда». Сахаба қайтып келгенінде түйе орнынан тұрып: «Ей Расулаллах, бұл яһуди өтірік айтып тұр. Мен мына кісінің түйесімін» деп тілге келеді. Түйенің сөйлегенін көрген яһуди және куәгерлері қорыққандарынан тұра қашады. Олар кеткеннен кейін пайғамбарымыз мұның себебін сұрағанда сахаба былай дейді: «Ей Расулаллах, менің бір әдетім бар. Әр түні жатудан алдын сізге 10 салауат айтамын. Аллаху Тағала бұл 10 салауатты қабыл етіп, түйеге тіл бітірді. Сонда пайғамбарымыз былай деп бұйырды: «Сенің маған әр түні 10 салауат оқығаның үшін Аллаху Тағала дүниеде кезіңде сені бұл қиыншылықтан құтқарғанына қарағанда ақыретте жаһаннам отынан да құтқарады». Қай тараптан екенін білдіру. Әркім өз тарапынан, өз жағын, өзінің қай тараптың адамы екенін білдіруі тиіс. Басқа амал жоқ, өйткені ақыретте адамның баратын 2 жері ғана бар. Бірі жұмақ, екіншісі тозақ, үшінші жер жоқ. Ақыретте сен қай тараптың адамысың деп сұралады. Сүлейман алейхиссалам әрі пайғамбар, әрі патша еді. Ел басқарып тұрғанында мемлекеттің ақсүйектері, бекзадалары оған сыйлық апарады. Бір құмырсқада елден қалмай, шегірткенің жұлынған бір аяғын аузына салып тістеп хан сарайына бет алып барады екен. «Құмырсқадан қайда барасың?» деп сұрайды. «Сүлейман алейхиссаламға сыйлық апара жатырмын» деп жауап қайтарады. Көптеген ақсүйектер, бекзадалар, алуан түрлі сыйлықтар апарып жатыр. Сенің шегірткеңнің аяғына кім қарайды? Олай демеңдер. Сүлейман алейхиссаламға сыйлық әкелгендердің аттары бір тізімге жазылады. Мен де өз атымды сол тізімге жаздырамын. Ол жерде кім келді, кім келмеді деп тізімге қаралады екен. Ибрахим алейхиссалам отқа тасталатын кезде тағы да бір құмырсқа аузына су толтырып тасып жүреді. Бір мүбәрәк кісі құмырсқаға: «Сен отқа да жақындай алмайсың ғой, мына аузыңдағы сумен отты қалай сөндірмексің?» дейді. «Әрине, сөндіре алмаймын, сөндіре алмайтынымды өзім де білемін» дейді құмырсқа. «Ал онда неге тасып жатырсың?» «Өзімнің кімнің жағында екенімді білдіріп жатырмын. Мен отты сөндіріп жатқандар жағындамын» дейді құмырсқа. Оның арғы жағында жылан отқа тоқтамай үрлеп жатады. Жыланнан: «Сен не істеп жатсың?» деп сұрайды. Ибрахим: «Қазір отқа тасталады. Оты одан сайын лаулап жансын деп үрлеп жатырмын». «Неге олай істейсің?» «Мен де кімнің жағында екенімді білдіріп жатырмын. Мен отты жағушылар жағындамын». Қағба және Зәмзәм суы. Қағбаның орны ұмытылған жылдардың бірінде Ибрахим алейхиссалам Хажар анамызбен ұлы Исмаилды алып қазіргі Қағба тұрған жерге келеді. «Маған сендерді осы жерге қалдыруым бұйырылды» деп бұрылып кетеді. Хажар анамыз тәуекел етіп әмірге мойын еді де: «Раббым бізге жеткілікті» дейді. Жандарында бір шөлмек су және 3-5 дана құрма бар еді. Оның үстіне Исмаил әлі нәресте еді. Хажар анамыз бір нәрсе табуға үміттеніп Сафа төбешігіне шығады. Бірде-бір ағаш, қураған шөп те жоқ болады. Кейін Мәруа төбешігіне шығады.
Қайтып келгенінде ұлын таппай қалады. Қатты абыржыған күйде қайтадан Сафа және Мәруа арасында ыстық күн астында 7 рет қиналып жүгіріп жүреді. Кейін тәтті дауыс естиді. Алдынан айдай жарқыраған Жәбірәйіл алейхиссалам көрінеді. Осы таңданыста Хажар анамыз ұлын көреді. Сүйкімді сәбидің аяқтарының астынан мөлдір су шығып жатқанын көріп, суды бір жерге жинағысы келеді. Бір жағынан судың айналасын бекітіп, бір жағынан шөлмегін толтыруға тырысады. Мәнсіз абыржыған үнмен «Зәм, тоқта» дейді. Тіпті «Зәм-зәм» деп айқайлап жібереді. Жәбірәйіл алейхиссалам күлімдейді. «Қоя бер, ақсын, бұл су үнемі ағады, еш таусылмайды» дейді. Бұл суға көшпенді тайпалардың назары ауады. Соңында журмихелер Хажар анамыздан рұқсат алып, Кубайс тауының етегіне қоныстанады. Осылай қасиетті жер қалаға айналып, аты Мекке деп аталады. Хадис шарифтерде былай бөлінеді. Қасиетті Зәмзәм суы мүбәрәк, қасиетті Зәмзәм ішкенді тойғызады. Жер бетіндегі құдықтардың ең қайырлысы Зәмзәм құдығы. Қасиетті Зәмзәм қандай ниетпен ішілетін болса, шипасы сол үшін болады. Зәмзәмді ішетін кезде қыблаға қарау керек. Бисмилля айтып, түрегеп тұрып және тойғанша ішу керек. Ішу кезінде 3 рет дем алынады. Дұға ету керек және соңында шүкір ету керек. Зәмзәм суын ішіп айтылған дұға қабыл болады. Әр тауаф еткеннен кейін Зәмзәм суын ішу мұстахаб. Миллиондаған қажылар ішіп, жуынып, елдеріне алып кетеді. Су насостарымен күні-түні тартып жатқанымен бітпейді. Зәмзәмнің жер жүзіндегі сулардың ең нәзігі, ең үстемі екендігі білдірілген. Яхуди дін басының мұсылман болуы. Пайғамбарымыз өмір сүрген кезеңде Шам, Дамаск қаласында бір яхуди дін басы бар болатын. Бір күні Тәуратты оқып отырып, 4-ші бетте пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Ол ислам дініне қас болатын. Өшпенділікпен бұл беттерді жыртып тастайды. 2-ші күні Тәуратты оқуға кіріскен кезінше 8-ші беттен тағы да пайғамбарымыздың есімін оқиды. Ол беттерді де жыртып тастайды. 3-ші күні тағы 20-ші бетте пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Бұл жолы ойланады. Өзіне өзі оның есімі кездескен барлық беттерді жырта беретін болсам, кітап таусылады, мұнда бір даналық болуы керек дейді. Ол кезде пайғамбарымыздың ислам дінін уағыздап жатқан хабары оның еліне дейін жетіп келген болатын. Ұзақ сапар шегіп Мәдинаға барады. Бірақ пайғамбарымыздың қайтыс болғанына 4 күн болған еді. Дін басы мұны естігеннен кейін жылай бастайды. Сонда Хазіреті Әли сұрайды. «Ей жолаушы, сен кімсің? Неге жылайсың?» «Мен бір яхуди дінбасымын. Шамнан, Дамаск қаласынан келдім. Тәураттан пайғамбарымыздың есімін көрген кезде парақтарды жыртқан сенсің бе?» «Иә, оны қайдан білесің?» «Сенің келетініңді пайғамбарымыз айтқан болатын». Бұл сөздерден кейін дін басының ислам дініне ешқандай күмәні қалмайды. Калимай шахабатты айтып, сол жерде мұсылмандықты қабылдайды. Сәбидің сөйлеуі. Хазіреті пайғамбарымызға қарсы жаман сөздер айтатын бір әйел бар болатын. Пайғамбарымызда ұнатпайтын. Бір күні бұл әйел бір ұл босанады. Баласы 2 айлық болған кезде баласын алып көшеде кетіп бара жатқанда пайғамбарымызға кездеседі. Әйел тағы да әдепсіздік жасауға дайындалады. Бірақ одан бұрын құдақтағы сәби сөйлей бастайды. Ол пайғамбарымызға қарап, «Ей Аллахтың расулы, ей Абдуллах ұлы Мұхаммед алейхиссалам, саған сәлем бердім» дейді. Әйел таңданып, сірейіп қалады. Пайғамбарымыз күлімсіреп балаға, «Ей бала, менің Аллахтың расулы екенімді қайдан білдің? Менің атым мен әкемнің атын саған кім үйретті?» деп сұрайды. Сәби күліп, «Маған бұларды әлемді жаратқан Аллаху Тағала үйретті. Ол қаласа барлық нәрсені жаратады». Сосын біраз тоқтап тұрып былай дейді. «Иә, Аллахтың расулы, мен үшін дұға ет, жұмақта сізге қызмет етейін». Пайғамбарымыз сәби үшін дұға етеді. Қуанған сәби былай дейді. «Саған сенген және иман келтірген адам қандай бақытты. Саған қарсы келіп күпірлік еткен адам қандай бақытсыз. Аллах оларды дүние мен ақыретте масқара етеді». Сосын сәби шахадат калимасын айтып, сол сәтте жан тапсырады. Мұны көрген әйел дереу сол жерде мұсылман болды. Пайғамбарымызға жылап жалбарынады. «Мені кешір, я Расулаллах, басқа өткен күнәһар өміріме қатты өкінемін.
Пайғамбарымыз әйелге қарап, «Сүйінші, қазір бірнеше періштенің саған кебінді жұмақтан әкелгенін көрдім», деді. Әйел бұл сөздерді естігеннен кейін баласы сияқты шахадат калимасын айтып, жан тапсырды. Біз білмеппіз, білгенде. Зұлқарнайн алейхиссалам әскерлерімен жолда келе жатып, аяқтарыңа ілінген нәрселерді жинай жүріңдер, деп әмір береді. Әскерлері бұл әмірді естіген кезде іштерінен бір бөлігі, көп жүрдік, қатты шаршадық, түн ішіндеміз, оған қоса аяғымызға ілінген нәрселерді жинап босқа қиналамыз ба? Еш нәрсе жинамаймыз, деген шешімге келіп, еш нәрсе жинамайды. Екінші бөлігі, қолбасшымыз бұйырған екен, әміріне бағынайық, аз ғана болса да жинайық, өйткені қолбасшыға қашанда мойынсыну керек деп аз ғана жинайды. Үшінші топ болса, қолбасшымыз еш нәрсені босқа әмір етпейді, міндетті түрде бір нәрсені біліп айтқан болу керек. Әмірін орындаймыз, деп бүкіл қаптарын бетіне дейін толтырады. Таң атқан кезде бүкіл армия түнде алтын қойнауынан өткендерін түсінеді. Аяқтарына тиген нәрселердің алтын екенін ешкім аңғармаған болады. Сонда әмірді тыңдамай еш нәрсе алмаған бірінші топ. Қап, неге алмадық? Қолбасшымыздың сөзін неге тыңдамадық? Ең болмағанда біреуін алғанымызда ғой, деп өкініп қалады. Екінші топ болса, өз-өздерін сөге бастайды. Қап, біраз тағы алуымыз керек еді. Қалталарымызды, қаптарымызды аузына дейін толтырып алуымыз керек еді. Үшінші топта өкініп, керексіз, пайдасыз заттарымызды тастағанда бұдан да көп етіп жинайтын едік. Міне, осы мысалдағы секілді ақыретті де бүкіл адамдар өкінеді. Кәпір болған адам, неге иман етпедім? Сенгенімде ең болмаса жаһаннамға түсемде, иманымның арқасында соңында бәрібір жаннатқа кірер едім. Мәңгілік тозақтан құтылар едім, дейді. Мұсылман болғанымен сауабы аз болған кісі, бұдан да көп сауапты істер жасауым керек еді. Бұдан да көп нығметке қауышар едім, дейді. Мұсылман болып сауабы көп болған кісі болса, қап, бұдан да үлкен дәрежелерге көтеретін көбірек ғибадат жасауым керек еді. Көбірек садақа беріп, көбірек ораза тұтып, көбірек сауап жинайтын амалдар жасауым керек еді, деп өкінеді.